Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздерді алтыншы жұмыспен таныстырамын. Сандық датчиктен сигналдарды енгізу. Жұмыстың мақсаты мультиплексор және демультиплексор негізінде сандық датчиктен сигналды енгізуді зерттеу. Жұмыстың орындалу тәртібі Workbench бағдарламасында жасалынады. Мультиплексорды қолдана отырып сызба құру. Бұл бізде бірінші суретте көрсетілген. Ақиқат кестесін құру. Міне ақиқат кестесі. Ақиқат кестесі бізде 0 және 1 арқылы жұмыс жасайды. Одан кейін демультиплексор режимінде құрылғының жұмысын тексеру. Демультиплексор екінші суретте көрсетілген. Сонымен қатар мәліметтерді кестеге енгізу және қорытынды жазу. Бұл бізде жұмыстың мақсаты болып табылады. Ары қарай есеп беру отчетін қалай жасалатыны сіздерге таныс. Алдыңғы сабақтарда өттік, таныстық. Енді жалпы мультиплексор деген не? Мультиплексор дегеніміз бұл бірнеше кіріс сигналдардың ішінен, біреуін таңдап, оны бір ғана шығысқа бағыттайтын электрондық құрылғы. Мысалы, мына жерде біз 74352 деген модель демультиплексорын таңдап алдық. Осы арқылы біз енді ақиқат кестесін құрамыз. Мына жерде C0-дан C3-ке дейін бұл бізде ненің кірістері болып саналады, мультиплексордың. Одан кейін бізде 0 және 1 ақиқат кестесі. Бұл бізде А және Б екі кілт арқылы жұмыс жасайтын құрылғы. Осы арқылы біз мысалы А және Б кілтіне мысалы 0-0-ді берген кезде бізде C0 неміз мультиплексорымыз 1 болу керек. 1 болған кезде бізде лампа жану керек. 0 болған кезде ол бізде сөну керек. Осы арқылы ақиқат кестесін біз тексеруіміз керек. Одан кейін кілт А және Б кілтін Б-ға 0 береміз, Б-ға 0 береміз, кілтті сөндіреміз, А-ға 1 береміз. Сол кезде бізде C1-іміз лампамыз жану керек, осыны тексеру арқылы. Осы ақиқат кестесі арқылы мультиплексордың жұмыс істеу режимін біз тексеруіміз қажетпіз. Осы мультиплексор міне жаңа айтылғандай бірнеше кіріс сигналдардың ішінен бір ғана жаңағы нені сигналдарды таңдап, оны бір ғана шығысқа бағыттайтын электрондық құрылғы болып саналады. Қарапайым тілмен айтқанда, көп сигнал бір жол басқару сызығы арқылы қай сигнал өтетінін таңдайсыз. Мультиплексор қалай жұмыс жасайды? Ол жаңағы бірнеше кірістерден бір шығыстан тұрады, басқару биттерінен тұрады. Мысалы, 8 кіріс бір шығыс болатын болса, 3 басқару сызығы, 2-ның 8 дәрежесі 8-ге тең деген сияқты. Басқару сызықтары мына жерде бізде C0, басқару сызықтары C0, C1, C2, C3. Бұл қандай комбинацияда тұрса, сол кірістегі сигнал шығысқа өтуі қажет. Бұл қайда қолданылады? Өлшеу жүйелерінде, мұнай-газ өндірістік автоматтандыруда, цифрлық электроникада, микроконтроллерларда, байланыс жүйелерінде қолданады. Өлшеу жүйелерінде көп датчиктен сигнал алып, бір жаңағы аналогтық сандық түрлендіргішке жібереді. Мысалы, 10 температура датчигі бір АДС мультиплексор таңдап береді. Мұнай-газ өндірісін автоматтандыруда көп датчикті бір контроллерға қосады. Цифрлық электроникада сигналдарды таңдап, коммутатор ретінде жұмыс жасайды. Микроконтроллерде жаңағы нені үнемдеу үшін ЖПО-ны байланыс жүйелерінде көп арналы бір байланыс желісі арқылы өткізеді. Мультиплексордың түрлері, бұлар жаңағы аналогты мультиплексорлар, цифрлық мультиплексорлар. Жаңағы бұлардың өзінің несі болады, моделі болады. Мына жердегідей осылай көрсетіледі модельдері. Бұл тек логикалық сигналдарды ғана қабылдайды, 0 және 1. Мына жерде жаңағы көрсеткен. Одан кейін бізде демультиплексор бар. Демультиплексор дегеніміз бұл осы
Мультиплексор жаңағы қорытындыласақ, мультиплексорда бұл жаңағы бірнеше сигналдың біреуін таңдап шығысқа жіберетін таңдаушы коммутатор құрылғысы деп атауға болады. Енді осымен жаңағы бірінші кестені тексеріп нетеміз, аяқтаймыз. Бірінші схеманы ақиқат кестесімен. Енді біз екінші суретке көшеміз. Екінші суретте бізде демультиплексор көрсетілген. Демультиплексор режимінде құрылған сызба берілген бізде бұл жерде. Жалпы демультиплексор дегеніміз не? Бұл жаңағы бір кіріс сигналды алып, оны басқару сызықтарының көмегімен бірнеше шығыстың біріне бағыттайтын электрондық құрылғы. Мына жерде көрсетілген. Қарапайым тілмен айтсақ, мысалы бір сигнал көп жолдардың біріне таратады. Қай шығысқа жіберілетінін басқару сызықтары таңдайды жаңағындай. Демультиплексор қалай жұмыс жасайды? Бұл бір кіріс, n шығыс, бірнеше шығыс, сосын басқару несінен тұрады, биттерінен тұрады. Мына жердегідей C0, C1, C2, C3 дегеніміз. Мысалы, демультиплексор бір кіріс 8 шығыстан тұратын болса, 3 басқару сызығы болады. Басқару жаңағы биттерінің комбинациясы қай шығысқа сигнал өтетінін көрсетіп тұрады. Демультиплексорды біз қайда қолдануымызға болады? Мысалы, бір сигналды бірнеше бағытқа тарату үшін коммутация жүйелерінде қолдануымызға болады, деректерді тарату желілерінде және адресация жүйелерінде қолдануымызға болады. Так, мультиплексор мен демультиплексордың қандай айырмашылығы бар? Мысалы, не істейді? Мультиплексор көп кірісті, бір шығысты таңдайды. Демультиплексор бір кірісті, көп шығысты таратады. Так, тағы не айтуға болады? Осылай жаңағы кесте бойынша бұны да тексереміз. Одан кейін сол тексеріп біткеннен кейін мына кестені толтырамыз. Кестені толтырғаннан кейін қорытындылап жасалған жұмыстарыңызға есептеме беретін боласыздар. Бүгінгі осы 6-шы зертханалық жұмысымыз осымен тамам. Келесі зертханалық жұмыста кездескенше сау болыңыздар.